Миллионер, миллиардер тұрмақ квинтиллионерлер болған ғой тарихта. Бұл роликте бір кездері қағаздан да арзан болып кеткен әлемдегі ақша түрлері туралы тез айтып берем. 5-ші орыннан бастайық. Грекия 1944 жыл, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мұнда инфляция шарықтайды. 4 күн сайын тауарлардың бағасы 2 есе өсіп отырған. Халық дүкенге бір нан алу үшін бір қап рахма тасыған. Ал Германияда 1923 жылы бір шынаяқ кофеңіз оны ішіп біткенше қымбаттап кететін болған. Ақшаның құнсызданғаны сонша, адамдар оны отын ретінде қолданған. 1994 жылы Югославияда 2,5 тәулік бойы бағалар 2 еселеніп отырған. 500 миллиардтық банкноттар басылып шыққан. Халық жалақысын алған бетте жұмсап тастамаса, бір сағаттан кейін ол ақшаға түк те келмейтін. Ал осыдан 18 жыл бұрын Зимбабведе бағалар 24 сағат сайын 2 есе өсіп отырған. Қап-қап ақшамен сауда жасасу ыңғайсыз болып кеткен соң, үкімет 100 триллион долларлық банкнот шығаруға мәжбүр болған. Ол ақшаға 3 ақ жұмыртқа сатып алуға болатын дейді бір білгіштер. Әлемдік антирекорд Мажарстанның еншісінде. 1946 жылы мұнда бағалар 15 сағат сайын 2 еселеніп отырып, тарихтағы ең үлкен купюра сол кезде басылып шығарылған екен. Ойлаш, 100 квинтиллион пенге. Мажарстан ақшасын өзгертіп, форинтке көшкенде адамдар бір форинтті 400 актиллион пенгеге сатып алған ғой. Актиллионның неше нөлі бар еді? Пікірге жаза кетші.